Осы біраз уақыттан бері Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың мына кітап оқуды жетілдіру жөніндегі жарлыққа қол қойды деген хабар біздің баспасөзімізде, әлеуметтік өмірімізде кең тарап жатыр. Оған жазушылар үн қосып, президент назар аударып жатыр. Сондықтан біздер кітап оқитын ұлтқа айналуымыз керек деп олар да жазып жатыр. Кітапханаға барған суреттерін жариялап, кітап оқысаңыз білімге жол ашылады, болашаққа көзқарасыңыз жетіледі деген сияқты бір пікірлерін айтып жатыр. Жазушылар, сыншылар, қоғам қайраткерлері. Ал енді осының бәрін тыңдап отырмыз ғой енді. Ол кітап оқығанның, білімнің, мектептің, ғылымның жақсы екенін балаға дейін біледі ғой. Ал енді біз осы құр сөзбенен қуырдақ қуырып, кітап оқыған жақсы деп жоғарыдан түсіріп жарлықпен кітап оқуға бола ма? Бұл мәселені басқашарақ қарауға болмай ма? Мысалы, президенттің одан басқа жұмысы жоқ па? Елге кітап оқуға. Кітап оқытсын, ана мектептегі мұғалімдер қадағаласын. Әдебиет мұғалімдері бар ғой. Bir мектепте 10 шақты әдебиет мұғалімі бар, мысалы, үлкен мектептерде. Қай класста қанша бала кітап оқыды, соған қарап бағасын қойсын, мысалы. Институтта да солай. Бағасын төмендетсін оқымайтын балалардың. Қадағаласын. Солардың жұмысы ғой, тікелей жұмысы. Ол тікелей жұмыс атқарылмағаннан кейін ол президенттің айтқан жарлығымен кітап оқиды деп мен өз басым ойламаймын. Сондықтан әрине мен де қолдаймын. Кітап оқыған адамдардың көп болғанын мен де қалаймын. Өйткені мен жазушымын ғой, мен де кітаптарым оқылып жатса жаман ба, мысалы. Бірақ енді өкінішке орай біздің президенттер өздерінің білмейтін салаларына, өздерінің бір ешқандай бір нәтиже бермейтін бір сөздерді сөйлейді де. Назарбаев та сөйтті ғой, 30 жыл отырып алып. Анаған да ақыл айтты, мынаған да ақыл айтты. Назарбаевтың ақыл айтпаған саласы жоқ. Музыканттарға да ақыл айтты, кино түсірушілерге де ақыл айтты ақыры. Ақылы не болдық? Әйтпесе ана мәдениет министрінің несі жоқ па? Құзыреті жоқ па? Сол немене айтса, кітап оқитын айлық қылайық деп, немесе бір осындай кітаптың айлығын жасайық деген сияқты бірдеңе істесе, ол аз бола ма не? Обязательно міндетті түрде соған президент араласу керек пе? Мен мысалы жақсы көремін Тоқаевтың кітап оқығандығын, білімді, мәдениетті, ғылымды көтермелеп жүргеніне оған қосылам. Рахмет ол кісіге, шама жарқы келгенше. Осы төмендетпей кішкене қаражат бөліп сөйтіп жүргеніне. Ал енді екінші бір жағы бар тағы да. Мен оның туралы бұрын айтқам. 100 бірдеңе видео түсірдім мен өз ойларымды айтып. Соның ішінде бар. Онда не айттым мен? Онда айтқан сөзім мынадай. Әдебиет оқитын адамды жарлықпен оқытуға болмайды. Жақсы кітаптардың саны көбею керек. Әдебиет культ болу керек. Әдебиет адамына, жазушыларға жақсы жағдай жасалу керек. Жазушы 50 миллиондап, 100 миллиондап гонорар алу керек. Ана әншілер жүр ғой қазір. Самолет мінгеннен басқасының бәрі мінді олар. Жазушылардың бәрі кедей.
Söz емес, жазушының сөзін ешкім де тыңдамайды. Bir жазушы мысалы ауданға барса оны ешкім қарсы алмайды. Керек те қылмайды. Ал сөйтіп әдебиетті дамытайық, кітап оқиық дегенге оған кім барады оған? Сондықтан әдебиетті дамытайық десек, халықтың мәдениетін дамытайық десек, кітаптарды шығару керек. 1000-2000 тиражбен шыққан кітапты кім оқиды? Ол кітапханада тұр ол. 10 000, 20 000 тиражбен шығарайық. Қайқайтып қойған анау несін, кітаптардың бағасын. Біздің арамтамақ баспагерлер бар бір. Мемлекеттен ақшаны алады да, мемлекеттің ақшасына шығарып, мемлекеттен бір ақшаны алады. Гонорардан түскен ақшаны тағы алады. Екі жеп биге шығып жүр олар. Ал соның бағасын төмендету керек. Нобель сыйлығының лауреаты 4000 кітабы. Қазақтың бір ешкім білмейтін бір нашар жазушысы 4000. Айырмашылық бар ма? Бар әрине. Соның бәрін қадағалау керек. Кім қадағалау керек? Ана мәдениет министрі қадағалау керек. Қайтып нөкерлерін естіріп алып, анда барып, мұнда барып әңгіме айтып, бос сөзбен жүрмеу керек. Қадағалау керек бәрін. Іс болатын нәрсені істеу керек. Жарлыққа қол қойып отыра берген деген жақсы ол, бірақ орындалмайтын жарлық қой ол. Әдебиетке көңіл бөлу керек. Шын мәнінде халық кітап оқысын десек. Жазушылардың гонорарын көтеру керек. Оны да айтқанмын.